Сәлеметсіңдер балалар, қазір әдебиетті оқу сабағы. Жақсыдан үйрен, тақырыбы малды пайдаға жарату. Мақсаты оқушыларға тақырыпты аша отырып, ата-анаға деген борыш, өсім деген ұғымдарымен таныстыру, адалдыққа, шыншылдыққа баулу. Балалар ой қозғау әдісі бойынша берілген тірек сөздердің кімге қатысты айтылғанын табамыз. Жарайсыңдар балалар, өте жақсы. Ыбырай Алтынсарин кісі екен. Ыбырай Алтынсарин балалар 1841 жылы дүниеге келіп, 1889 жылы дүниеден озған кісі. Ол кісіге балалар 180 жыл толып отыр. Ұлы педагог, ағартушы, жазушы, жастайынан ата-анасынан ерте айырылған. Атасы Балғожа бидің тәрбиесінде болған. Балалар, бүгін біз сендермен Ыбырай Алтынсариннің малды пайдаға жарату мәтінмен танысамыз. Бәріміз балалар бейнероликке назар аударайық. Ыбырай Алтынсарин малды пайдаға жарату. Бір үйші жұмысымен көп мал тауып тұрса да, сонша азбен қанағат етіп, аз жұмсап тұрады екен. Бір күні көршісі одан, осы сен бай бола тұрып, малыңды қай жаққа жібересің? Көзге түсетін еш нәрсен көрінбейді деп сұрапты. Сонда үйші, тапқан малымның бір бөлімімен борышымды өтеймін, бір бөлімін өсімге беремін дейді. Көршісі, қойшы батыр екес, сенің борышың бар ма еді? Және өсімге қашан ақша беруші едің дейді. Сонда үйші, қарт әке шешеме берген ақшаларымды өтеп тұрған борышым деп білем. Өзімнен туған балаларға оқытуға, асырауға шығарған малымды өсімге берген мал деп білем. Балаларым адам болып, біз қартайғанда жақсы асыраса, олардың борышымды өтеген емес пе депті. Жақсы балалар, бейнероликті көріп тамашаласа, сұрақ-жауап әдісі арқылы балалар сұраққа жауап береміз. Мәтін не туралы? Көршісі нені білгісі келді? Үйшінің бай екенін кімнің сөзінен аңғардыңдар? Тамаша балалар, өте жақсы. Сұраққа балалар барлықтарың жақсы жауап бердіңдер. Балалар, қазір келесі тапсырма тізілген моншақ әдісі арқылы берілген сөздерді ретімен кестеге орналастырыңдар. Жарайсыңдар балалар, өте жақсы. Яғни, бірінші тапқан мал, пайдаға жарату, борыш ата-ана, өсім балалар. Сендерде де осылай орындалды деп ойлаймын. Жарайсыңдар балалар. Қазір балалар дәптерімізді ашамыз, дәптермен жұмыс, бүгінгі күн ретін жазамыз. Берілген сөздердің байланысын табамыз. Жарайсыңдар балалар. Яғни, мұнда борыш, парыз, міндет, өсім, көбею және пайыз. Жарайсыңдар балалар. Қолымыз талып кішкене шаршап қалса, балалар, сергіту сәтін орындап жіберейік. Жақсы балалар. Балалар, ата-анамызға өз борышымызды қайтару үшін, балаларымызға өсім қалдыру үшін адал еңбек етуіміз керек. Бір-бірімізге адал дос бола білулеріміз керек. Шыншыл болуымыз керек. Сендер адал елдің ұрпағы болып, жемқорлықтан аулақ болуларың керек. Қазір балалар осы бойынша бейнеролик көріп тамашалаймыз. Абзал есімді баласы бар екен. Ол бала өз бетінше талаптанып шаһар медресесіндегі ұстаздан дәріс алып тұрады екен. Ненің арам, ненің адал екенін әбден үйреніп алады. Бір жағынан ата-анасының да айтқанынан шықпайтын тіл алғыш, адал, көркем мінезді ұл болып өседі. Бұл бейшара өз нәпақасын өзі тауып ата-анасына көмектессін деген ойымен оны қасына көмекші етіп алады. Ерінбей жалықпай етікшіліктің бар қыр-сырын үйретеді. Бала бір күні етікшінің етік жамағанда үнемі жібін түймейтіндігін байқап қалыпты. Аң-таң болған Абзал етікші ұстазынан мұның мәнісін сұрайды. Сонда ол, қарағым, етік жамағанда жіпті түймесем, ол етік көп замай қайта жыртылады. Сөйтіп оның егесі оны жаматуға қайта әкелмей ме?
сөйтіп маған жұмыс, бала-шағама нан табылады, депті. Сонда Абзал медреседен алған ізгілік сабақтарын есіне түсіріп үлгереді. Ағатай, бұл күнә ғой. Адам кәсібіне адал болуы керек емес пе? Етікші бұл сөзге аса құлақ аспай, адалдық адамға нан болмайды ғой, деп жауап бере салады. Бала ұстазымен одан ары сөз таластырып жатпайды. Өйткені ол үлкендердің алдында әдеп сақтау жақсы баланың қылығы екенін медреседен оқып біліп алған еді. Күндердің күнінде бала етікшілік кәсіпті ұстазынан кем білмейтін дәрежеге жеткен соң өз бетінше етік тігуге кірісіпті. Бірақ та ол етік жамағанда жіпті түйіп тігеді екен. Арада көп уақыт өтпей-ақ шаһар халқы ісін ұқыпты істейтін етікші туралы естіп, жұрттың барлығы соған етік жамататын болыпты. Ал оның ұстазына етік тіктіруге адамдар мүлде келмей қойыпты. Сонда ұстазы мұның мәнісін білмек болып шәкіртінен сұрағанда ол: кімде-кім өз ісін адал атқарса, әлбетте Аллах тағала оның адал еңбегіне береке береді. Баланың еңбекте бағы жануына оның медреседе алған білімі себепші болса керек. Өйткені ондағы ғалым кім қандай іспен айналыспасын, сол істің хас шебері болу тиіс деп жиі қайталайды екен. Жарайсыңдар балалар, бейнероликті көріп тамашаласақ, қазір бекроним әдісі бойынша адалдық сөзінен бірнеше сөз шығарамыз. Қане балалар, тапсырманы мұқият орындайықшы. Жарайсыңдар балалар, тақтаға қараймыз, яғни сендерде де осындай сөздер шықты деп ойлаймын. Адал, ақ, лақ, ала, ал, қызыл, ақыл деген сөздер. Жарайсыңдар балалар, бүгінгі сабағымызды қорыта келе, жақсы деген немене, жаман деген немене кестесін толтырайықшы. Тамаша балалар, яғни жақсы деген немене, оған адалдық, борыш, өсім, қанағат, шыншылдық жатады екен, жақсы. Жаман деген немене, яғни өтірік айту, өзімшілдік, білімсіздік, жалқау, сараңдық жатады екен. Балалар, бүгінгі біздің сабағымыз барлықтарға түсінікті болса, жасыл алма, яғни барлығын түсіндім. Сары алма енді түсініп келемін. Қызыл алма түсінбедім. Білі қоржыны бойынша кері байланыстарыңды жасаңдар. Сабағымыз балалар аяқталды. Сау болыңдар.